Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен оңай және қолжетімді ингредиенттерден жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне 1 стакан қантты салып, екеуін қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксермен араластыру міндетті емес, яғни венчикпен де араластыра берсеңіздер болады. Бастысы бұл жерде қантымыз еру керек. Ал ақ масса пайда болуы ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Араластырып болғаннан кейін 1 стакан айранды алып, оның үстіне жарты шай қасық соданы саламыз. Екеуін көпіргенге дейін араластырып, жаңағы массамыздың үстіне құямыз. Кейін үстіне сұйық май құямыз, одан кейін тағы да араластырып аламыз. Пирогты жасаған кезде барлық ингредиенттер бізде бөлме температурасында болған жөн. Бізде ең соңғы ингредиент, яғни қоспа ұн. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп араластырып аламыз. Егер де ұнды бірден салып жіберетін болсаңыздар, біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан 2-3 бөлікке бөліп араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін формамызға салып аламыз. Менде форманың диаметрі 22 см. Алдын ала қысып тұрған пешке 180 градусқа 45 минутта пісіріп аламыз. Ал оның піскенін ағаш таяқшамен тексеріп аласыздар. Ағаш таяқшаны тыққан кезде бізде ол сухой болып шығу керек, яғни құрғақ болып. Оны видеодан көре аласыздар.
пирогты суығаннан кейін кесе берсеңіздер болады. Пирог өте дәмді әрі пышный болып шығады. Баршаңызға жасап көруге кеңес берем. Алдағы уақытта осы сынды видеолар күтіңіздер. Ас болсын.